Қайырлы күн, сіздермен бірге ұстазтайым каналы. Бүгін Excel бағдарламасында дәл осындай таблица құру жолдарын ұсынатын боламын. Ең алдымен Excel бағдарламасына бізге осындай дәл таза бет қажет. Менімен бірге қайталап отырыңыздар. Мен сіздерге мысалы ретінде бір сыныптың 5А сыныптың жылдық сапа көрсеткішін, білім сапа көрсеткішін жазып көрсетемін. Мысалы ретінде қазақ тілі, міне бізде математика сөзі берілген аймақтан шығып кетті. Батырманы стрелканы жоғары қарай апарып, В батырмасына қарай апарып белгілеп үлкейтетін боламыз. Ширинаны үлкейтеміз. Міне бізде ширина үлкейді, берілген аймақтың ішіне қоршалды. Ары қарай өзімізге керекті мәліметтерді жаза береміз. Міне бізде бұл жеткілікті деп ойлаймын. Таблица құруға. Таблицаның қай жерден сіз таблица қоршайсыз, сол жерден батып, мышканың батырмасын, сол жақ батырмасын басып, керекті аймаққа дейін қоршап аламыз. Жоғарғы жақта таблицаның беті берілген, сол жерден все граница батырмасымен басып, міне бізде осындай таблица дайын болды. Сіздерге бұл кеңесім ұнады деп ойлаймын. Келесі бөлімде сіздерге осы білім сапасының диаграммасын қалай құру жолдарын ұсынатын боламын.